Маған төленген ақша 3855 рубль, ол дегенім 21 000 теңге, және де жақында 760 рубль ақша шығардым осы сайттан. Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін сіздерге өте керемет ақша табу тәсілін көрсетемін. Сондықтан да видеоны толық көріп, лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Біздің ақша табатын сайттың аты SharmTech деп аталынады, ссылкасы видеоның астында болады. Яғни осы сайт арқылы біз әртүрлі ссылкаларды қысқарта аламыз, және де біздің қысқартылған ссылкамен басқа адамдар переход жасағанға бізге ақша төленеді. Және де осы сайт арқылы мен екі ақша табу тәсілін сіздерге көрсетемін. Сондықтан да видеоны толық көргендеріңіз дұрыс. Енді мына жерге өзіміздің электронный почталарымызды жазамыз, создать учетную запись басамыз. Осы сайттан примерно қанша ақша таба алатынымызды көре аламыз. Мысалы, мына жерде 1000 конверсиясы бар переходқа бізге Қазақстанда 395 рубль ақша төленеді екен. Немесе мына жерде Россия бар. Россияға 577 рубль төленеді 1000 переходқа. Регистрация жасап болғаннан кейін мына жерде ссылки дегенге басамыз. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, менің қысқартылған ссылкаларымнан тапқан ақша 625 рубль, 431 рубль, 89 рубль, солай кете береді. Енді сіздерге айтқандай екі ақша табу тәсілін көрсетемін. Ол үшін мына жерде біз сократить новую ссылку дегенге басамыз. Мына жерге Телеграмның ссылкасын қойдым, осыны қысқартамыз. Одан кейін мына жерде ештеңкеге тиіспейміз, далее басамыз. Сондықтан да видеоны толық көргендеріңіз дұрыс, барлығын түсіну үшін. Міне біздің ссылкамыз дайын. Мына жерде визиты, одан кейін доход көрсетілген. Яғни осы ссылкамен адамдар переход жасаған кезде бізге ақша түсетін болады. Енді мына жерге настройки дегенге басамыз. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде короткая ссылка деген бар, одан кейін TikTok, Instagramға арналған отдельная ссылка бар. Яғни осы ссылканы біз копировать етіп аламыз. Осы сайттан ақша табу үшін менің барлық жасағанымды мұқият қарағандарыңыз дұрыс. Келесі қадам, Телеграмнан канал ашамыз. Мен мысалы топ фильмы деп аштым. Сіздерге топ музыка немесе ұқсас каналдарды ашуларыңызға болады. Ол жерде мен мысалы жазып қойдым топ 10 самых лучших фильмов деп, одан кейін осы жерге қандай фильмдар бар, соның списогін толтырып жазып қойдым. Осы каналдың ссылкасын алып копировать басамыз. Шарм сайтында осы жерде қысқартып алдық. Міне біздің қысқартылған ссылкамыз осы. Келесі қадам, TikToktан жаңа аккаунт ашамыз. Мен осындай аккаунт ашып қойдым. Сіздерге пример ретінде менің басқа да аккаунттарым бар. Енді мына жерде біз настройкиға басамыз, управление аккаунтом, одан кейін переключиться на Pro аккаунт. Осыған басамыз, обязательно бұл, одан кейін бизнесті таңдаймыз. Мына жерде компанияны таңдауға болады, далее басамыз. Пропустить. Енді мына жерге изменить профиль деген жерге өзіміздің веб-сайты, яғни сайтымызды қоса аламыз. Бұл жерге біз өзіміздің қысқартылған ссылканы қоямыз, одан кейін сохранить басамыз. Енді қарайтын болсақ, мына жерде подборка топ лучших фильмов, переходи, жаңағы біздің қысқартылған ссылкамыз дайын тұр. Яғни басқа адамдар осы жерге переход жасаған кезде біз одан ақша табады екенбіз. Енді ақша табу үшін не істейміз? Енді сіздерге пример ретінде бір-екі аккаунт көрсетемін. Мына жерде мысалы бір аккаунт бар, өте көптеген просмотрлар жинайды, яғни 6000, 160 000, қарап тұрсаңыздар 370 000, 45 000. Яғни бізде осындай аккаунтқа видеолар салып тұратын болсақ, көптеген адамдар көретін болады, және де біздің жаңағы көрсетілген ссылкамызбен переход жасайды. Ол үшін бізге жақсы ақша төленеді екен. Міне тағы бір аккаунтты көрсетемін. Мына жерде кинотопы деп жазылып тұр, 42 000 просмотр, 435 000 просмотр, 146 000 просмотр. Яғни сіздерге де осындай видео подборка жасау керек. Одан кейін мына жерге өздеріңіздің ссылкаларыңызды қоясыздар, жаңағы мен қойған сияқты. Сол арқылы адамдар переход жасайды, одан кейін біз содан ақша табамыз. Енді YouTubeқа отрывок из фильма деп жазамыз, одан кейін мысалы осыны копировать етіп аламыз. Копировать ссылку, save from сайт арқылы жаңағы видеоны өзімізге жүктеп аламыз. Скачать басамыз. Өзіміздің жаңа аккаунтымызға жаңағы видеоны саламыз. Ол үшін ортасындағыны басамыз. Описаниясына подборка топ фильмов у меня в профиле деп жазамыз, одан кейін опубликовать басамыз. Жаңа видео бізде салынды. Сіздерде күнделікті 1-2 сағат уақыттарыңызды бөліп осылай 4-5 видео салып тұрсаңыздар, онда күн сайын просмотрлар көбейе бастайды, одан кейін біздің жаңағы профильдегі ссылкамен переходтар көбірек болады. Сол арқылы 1 сағаттың ішінде 2-3 мың теңге ақша спокойно табуға болады. Ең маңыздысы бұл жерде күнделікті видео салып тұру, өйткені бағана басқа аккаунттарды көрсеттім, ол жерде көптеген просмотрлар бар. Екінші ақша табу тәсілі өте оңай. Өзіміздің жаңағы қысқартылған ссылкамызды скопировать басамыз. Осы сайтта регистрация жасаймыз, аты Win SEO, ссылкасы видеоның астында болады. Сол жағында продвижениені таңдаймыз, создать свою рекламу басамыз. Мына жерде общее задание дегенді таңдаймыз, одан кейін клики, заголовыққа сделать переход, немесе өздеріңіз басқаша жазуға болады, одан кейін URL деген жерге өзіміздің жаңағы қысқартылған ссылкамызды қоямыз. Количествосы 1000 деп жаздым. Цена за выполнение 0,1 рубль. Ограничение тұра береді, одан кейін время выполнения 30 минут немесе 15 минут қоюға болады. Келесі перейти по ссылке и нажать разрешить доступ бізге керегі. Одан кейін жаңағы жасаған адамдар
бізге скринді жіберу керек Telegram каналдың. Оң жағын қарасаңыздар, мына жерде счет за рекламу деп жазылып тұр. Количество выполнения 1000, осы үшін біз 120 рубль ақша құртады екенбіз. Яғни біздің жаңағы қысқартылған ссылкамен 1000 адам переход жасағанға 120 рубль біз құртамыз. Енді қараңыздар, біздің жаңағы ссылкамызбен 1000 адам конверсиялық переход жасаған кезде Қазақстан, яғни 395 рубль ақша табады екенбіз. Енді біздің 1000 переходтан табатын ақшамыз 395 рубль, жаңағы құртатын ақшамыз 120 рубль. Теңді басатын болсақ, таза тапқан ақшамыз 200-275 рубль болып саналады. Ол дегеніміз көбейтеміз 5-ке 1375 теңге. Осылай күніне 2 заявка жасап 3000 теңгеге дейін табуға болады. Егер де сіздер осылай ақша құртқыларыңыз келмесе, онда TikToktан осылай жаңа аккаунт ашасыздар, одан кейін осы жерге ссылкаларыңызды қойып, осылай күніне 3-4 видео салып тұрамыз. Сол арқылы біз қомақты ақша табуымызға болады. Қазір менің балансымда 271 рубль ақша жиналып қалыпты. Оның алдында 3855 рубль ақша шығарғанмын. Енді мына жерде біз выплаты дегенге басамыз. Тапқан ақшаны обычно мен Kiwi'ға шығарып аламын. Электронный кошелек, мына жерде мен номерім жазылған. Астында Kiwi бар. Ешқандай комиссиясыз 50 рубльдан бастап шығарып алуға болады. Ары қарай қарайтын болсақ, YouMoney, яғни Яндекс деньги, сонымен қатар Payer кошелек бар, ешқандай комиссиясыз, тоже 50 рубльдан шығарып алуға болады. Банковская карта Казахстана бар. Бұл жерде 150 рубльдан бастап шығарып алуымызға болады. Өте керемет деп айтуға болады осы сайтты, сондықтан да сіздер де осы сайт арқылы ақша табуларыңызға болады. Енді өздеріңіз көргендей кішкене қиын болғанмен өте табысты тәсіл. Сонымен қатар менің каналымда одан да басқа ақша табу тәсілдері бар. Осы видеоға лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов, сау болыңыздар.